Жаз айларының ыстық күндерінде суға шомылу науқаны 1 маусымда бастау алады. Бұл тұрғыда қауіпсіздік ережелерін ұстануға Степногорск қалалық төтенше жағдайлар басқармасының мамандары кеңес беруде. Ағымдағы апта ішінде жергілікті азаматтық қорғау гарнизонының қызметкерлері атқарушы орган өкілдерімен бірлесіп, өңірімізде судағы адам қазасын болдырмау мақсатында суға түсуге бейімделмеген Ақсу өзені аймақтарында суға түсуге тыйым салынған белгілерін орнатты. Адамдардың суда қаза болуының негізгі себептері құтқарушылардың бақылауынсыз су қоймаларындағы азаматтардың демалуы, тыйым салынған және жабдықталмаған жерлерде суға шомылу, судағы қауіпсіздік ережелерін білмеуі немесе сақтамауы және балаларды үлкендердің қарауынсыз қалдыруы болып табылады. Степногорск қаласының төтенше жағдайлар басқармасының қызметкерлері судағы қауіпсіздік талаптарын бұзғаны үшін әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 364-ші 412-ші, 440-ші баптары бойынша әкімшілік жаза қолдану және әкімшілік қамауға алу қарастырылғаны еске салады. Жергілікті мамандар қауіпсіздік ережелеріне сай шомылу кезінде арнайы бейімделмеген жерлерге суға түспеуді, балаларды қараусыз қалдырмауды және алкогольдік сусындарды ішіп, мас күйінде суға сүңгуге болмайтынын ескертуде. Су айдынында судағы қауіпсіздік ережелерінің негізгі талаптарын ұстану қажет. Жол берілмейді. Суға кіруге және алкогольдік және есірткілік мас күйінде шомылуға, суға қайықтардан, катерлерден, айлақтардан, сондай-ақ осы мақсаттарға бейімделмеген құрылыстардан секіруге, жүзудің шекарасы бейімделмеген бойкалардан жүзуге, жүзуге арналмаған заттармен жүзуге, су қоймаларын ластауға және жалған дабыл айқайларын беруге, балаларға ересектерсіз суға кіруге болмайды. Жоғарыда айтылған ережелерді ұстанып, қауіпсіздік шараларына басты назар аудару ең алдымен азаматтардың денсаулығы мен өмірі үшін маңызы зор. Сол себепті су айдындарындағы апаттардан қорғанудың ең сенімді жолы суда шомылу ережелері мен қауіпсіздік шараларын қатаң сақтану.